Италия қолөнершілері қазақи құндылықтарға қызығушылық танытуда. Олар ұлттық мәдениетіміздегі айшықты белгілерді өз туындыларына қосып, Мурана шынысына жасалған құнды жәдігерлерді жасап шығарды. Венециялық қолөнерді алғашқылардың қатарында әулиеталықтар тамашалайтын болады. Қазақстан-Италия көрмесіне суретші шыны әрлеуші Джордж Спецамонти, суретші Светлана Коста, сондай-ақ дизайнер Айдархан Қалиев қатысатын болады. Көне Тараз жаңғырығы Еуразияның мәдени көпірлер атты шара 2 және 8 сәуірден бастап облыстық көрме залында өтпек. Онда шыны өрлеуші маэстро Пино Синеритто мен гонконгтық сәнгердің қолынан шыққан қайталанбас дүниелерді тамашалауға мүмкіндік туды. Экспонаттар қатарында жылқы, қызғалдақ үлгісіндегі құмыра, Абылайхан шапанындағы өрнек бейнеленген тағам салғыш және Астананың әсем көріністері бар. Тараз умеет богатую историю, богатую культуру. Тараз жері көне жауһарларға, жәдігерлерге толы, мәдениеті де мықты дамыған. Сондықтан неліктен өзіміздің өлкеден бастамасқа деген ой келді. Италияда Мурано қолөнері 7 ғасырдан бастау алса, 9 ғасырлардағы шыны қалдықтары біздің шаһардан да табылды. Бұл дегеніміз мәдени байланыс. Рухани жаңғыру турасында сыр ашылмаған құнды дүниелерімізге терең бойлауға септігін тигізуі әбден мүмкін.